Міне саламатсыздар ма? Оқушыларға логин, пароль алып беру. Бұл жерде бізде мұғалімге деген батырманы басып, оқушылар және сыныптар арасындағы деген басамыз. Бұл жерде өзіңіздің сыныбыңыз көрсетіледі. Міне одан кейін толығырақ деген батырманы басып, әріпбай Санжар мысалға бірінші тұрған оқушы болатын болса, осыған толығырақты басып, дәл осындай графа шығады. Дәл осы графада қолжетімділіктер дегенді басамыз. Осы жерде құпия сөз өзгерту дегенді батырманы басып, деп дәл осы құпия сөз өзгертіле береді. Одан кейін қайталап артқа шығамыз. Міне өзгерткен құпия сөзіміз бізге көрініп тұрады. Ал оқушының өзі өзгертіп алған құпия сөз бізге құпия сөз өзгертілді деп бізге көрінбей тұрады. Бәрін осылай бізге өзімізге көрсетілетін етіп жасап болған соң Excel батырмасын басамыз, оқушыларға WhatsApp арқылы тастайсыз.